Мен Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының Айыртау ауданының білім бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Әлжан негізгі мектебі коммуналдық мекемесінің коммуналдық мекемесі директоры Сарин Алтынгүл Теміртасқызы. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және адал ұрпақ ерікті мектеп клубының атқарған жұмыстары туралы ақпарат беремін. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, мектеп үйінің бірінші қабатында ата-аналар мен оқушыларға арналған сенім жәшігі орналастырылған. Сенім жәшігіне оқушылар, ата-аналар өздерін толғандыратын сұрақтар туралы сұрақтарды тастай алады. Мектеп әкімшілігі осы сұрақтарды талдау жұмысын жүргізеді. Мектеп стендінде және мектеп сайтында, Facebook парақшасында сенім телефондары көрсетілген. Осы бағытта адал ұрпақ мектеп клубының жұмыс жоспары, мектептің кешенді жұмыс жоспары, сынып жетекшілерінің жұмыс жоспары бар. Мектеп клубында 9 оқушы бар. Клуб жетекшісі мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Тілжанова Ақерке Қайырбекқызы. Клуб жұмысы барысында жемқорлыққа жол жоқ тақырыбында сынып сағаттары, флешмоб, бейнебаян көрсетілімі, сурет конкурсы ұйымдастырылды. Аудандық ішкі істер бөлімінің жасөспірімдер істері жөніндегі инспекторы Метқали Мадинамен кездесу ұйымдастырылды. Кездесу барысында оқушылар өздерін қызықтыратын сұрақтар бойынша жауаптар алды және оқушылардың құқықтары мен міндеттері туралы түсініктеме жүргізілді. Бұл бағыттағы жұмыстар жұмыс жоспарына сай әлі де жалғастырылады.